Шұғыл мәлімдеме, тезірек көріңіздер. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басынпаңыз. Алматылық құқық қорғаушы Ләззат Рақишеваға келген хаттардың бірінде бойжеткен нағашы атасының қиянат туралы жазған. Ләззат Рақишева өзіне келген хаттардың көбі өмірден түңілген қыздардан келетінін айтты. Ата-анасы болса да сырын ашпай айтуға ұялған немесе қорыққан балалар құқық қорғаушыға бар ақиқатын жазып жібереді. Сондай хаттардың бірі бойжеткен нағашы атасының қиянаты туралы баяндаған. Нағашы атам менен тән рахатын алған. Әжем өмірден өткен соң басталды. Мені көтеріп алдына қысып отырғызып алатын. Бір күн үйдегілер аталарыңа қарап келіңдер деп сол үйге жіберді. Ол кезде мен 12-демін. Мені қайта-қайта құшақтап артымнан өзіне тақап құшақтап, үхілеп дыбыс шығарады. Сіңлімнен саған да осылай істейме деп едім, жоқ дейді. Бірақ оңбаған ит шал менің басқа сіңлілеріме тиіскен екен. Оның бәрі бірге отырғанда өздері айтыпты. Қазір өтпейді екен. Бір жол амандасып жатқанымда ернімнен сүймекші болды. Мамам шығып қалып өтірік мұрнымнан сүйе салды. Қашып жүремін одан. Өліп қалса екен деп тілеймін. Бірақ денсаулығына қарап жүреді. Айтайын десем анамның жүрегі әлсіз. Ал әкем атамды да мені де өлтіре салады. Не істесем болады деп жазған бойжеткен. Видеомыз кеңінен таралу үшін және барша көріп сақ болу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қойдым. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.